Баланың жақсы азамат болып өсу үшін ата-ана нені үйретуі керек? Әрине, ең бастысы әрбір ата-ана өз баласына іс-әрекеті арқылы үлгі бола білгені абзал. Әрбір ата-ана өз перзентін жаратқанның қымбат сыйы ретінде қабылдап, өзінің шынайы махаббаты мен қамқорлығын таныта білсе, ол өте бір керемет жағдай болар еді. Әрине, қазіргі қоғамда балаға сондай мейірімділік пен көзқарас жетіспей жатады. Ата-ананың мейіріміне бөленіп өскен бала әрине қатыгездікке бармайды. Ата-ананың ең басты міндеттерінің бірі баланың бойында өзін өзі құрметтеу сезімін және өзіне деген сенімділікті қалыптастыра отырып, мінез-құлық мәдениетіне тәрбиелеу. Әрбір ата-ана тәрбие жөнінде, бала тәрбиесі жөнінде тәжірибелік нұсқаулықтар мен әдебиеттерді қарап отырса, бала тәрбиесінде көп көмек болар еді. Біздің дана халқымыз 1 жылдығын ойлаған бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған мәуе өсіреді, 1000 жылдығын ойлаған ұрпақ өсіреді дейді. Қай кезде болмасын, ата-ананың алдындағы тұрған басты міндет заманына сай ұрпақ қалыптастыру. Біздің қазақ халқында әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Сол себепті әрбір ата-ана өз отбасында баласына үлгі болатындай тәртіпті де тәрбиелі, білімді болу керек. Бірақ дегенмен қазіргі заман талабына сай берілуге тиіс 4 түрлі тәрбиемен баса назар айтып өтейін. Бірінші еңбек тәрбиесі, екінші имандылық тәрбиесі, үшінші қаржылық сауаттылығын арттыру керек, төртінші білімге, тіл білуге, өнерге баулу керек. Осылар түгел болса, заманның толыққанды ұлы болып қалыптасады. Баланың жақсы азамат болып өсу үшін ата-ана не істеу керек? Осы орайда атың жаман болса, қырың кетер, балаң жаман болса, арың кетер деген мақал ойыма түсіп отыр. Әрине, баланың жақсы өскені ол сенің арың жоғары болғаны. Біз баланы тәрбиелегенде жақсы азамат болып өсу үшін атадан балаға мирас болып келе жатқан ата-бабамыздан қалған қағидаларды сақтауымыз керек. Әсіресе ұл баланы ертеңгі шаңырақтың иесі, әке, елді қорғайтын ер ретінде, тұлға ретінде қарауымыз керек. Баланы қайсарлыққа, парасаттылыққа, адамгершілікке, кішіпейілділікке баулып, өнер білімге үйретіп, қазақтың салт дәстүрін сақтауға үнемі шақырып отыруымыз керек. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Өз бойыңнан табылмаған жақсы қасиетті, өзің жасамаған іс-әрекетті баладан сұрау мүмкін емес. Сол үшін де ата-ана бірінші өзін жақсы жолға қойып, өзін тәрбиелеп, содан кейін барып баланы соңынан ердіру керек. Осы принциппен баланы жақсы азамат болып өсуге тәрбиелейміз. Ата-ана ретінде балаға тәрбие беру үшін ең бірінші ата-ана өзін тәрбиелеу керек. Алма ағашынан алма алысқа түспейді. Ата-анадан алған тәрбиесін бала өзіне үлгі етеді. Отбасында ата-ананың мейірімін көріп өскен бала қоғамда, достарының ортасында емін-еркін бала өседі. Баланың жақсы азамат болып өсу үшін әуелі бастан балаға жақсы тәрбие беруіміз керек. Ол тәрбие әуелі өзімізден басталу керек. Баланың кішкентайында өтірік сөйлемеуге тәрбиелеуіміз керек. Балаға тек жақсылық жасап, тек қымбат киім кигізу шарт емес. Олардың тәрбиесіне мән беруіміз керек. Оларды сол киім қаяқтан шығатынын түсіну керек. Бала еңбекке үйретуіміз керек. Үлкенді сыйлауды үйретуіміз керек. Соның бәрі осы үлкен өзінің ата-анасынан өтеді деп ойлаймын өзім. Ата-ана баланың айнасы. Сол үшін біз ата-ана өзіміз дұрыс болуымыз керек деп ойлаймын.